Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарының жүйесі. Лекцияның мақсаты мен міндетіне келетін болсақ, сауат ашу кезеңінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарының жүйесі туралы түсінік беру. Жалпы сауат ашу кезеңдері 3 кезеңнен тұрады. Әліпбиге дейінгі кезең, әліпби кезеңі, әліпбиден кейінгі кезең. Әліпбиге дейінгі кезеңінде мұнда балалармен байланыстырып сөйлеу дағдысын байқау, сөйлем, сөз, дыбыс туралы түсініктерін беру, сөздік қорларын анықтау жатады. Ал әліпби кезеңінде жаңа сөздердің мағыналарын түсіндіру, сөздік қорларды енгізу, оқушылардың жазба тілдерін негізінде қалыптастыру, ауызекі байланыстырып сөйлеу дағдыларын жетілдіру, оқушылардың сөйлеу дағдыларының кемшіліктерін, сөйлеу мәнерлерін, сөздерді қолданыстарын тағы да басқа бірте-бірте жою бағыттары жүзеге асыру жұмыстары жүргізіледі. Әліпбиден кейінгі кезеңде мұнда оқушылардың ауызекі және байланыстырып сөйлеу дағдыларын жетілдіру, шағын сөйлемдермен құралмаған мазмұндар, шығармалар жаза білу, дағдыландыру, сөздерінің орынды қолдана білу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу мәдениетін жетілдіру жұмыстарын ұйымдастыру. Оқушылардың сөздік қорын, сөйлем дағдысын анықтау үшін берілетін тапсырма түрлері: ойыншықтар арқылы ауызша әңгімелесу, сурет бойынша әңгімелесу. Оқушылардың сөздік қорын тексеру үшін берілетін тапсырмалардың түрлері: заттардың дара және жалпы белгілерін анықтау, мағынасы қарама-қарсы антоним сөздерді қолдану деңгейі, мағынасы ұқсас синоним сөздерді қолдану деңгейі, дыбысталуы бірдей берілетін мағыналары әртүрлі басқа амоним сөздерін қолдану деңгейлерін меңгерту. Әліпби кезең аяқталған соң жүргізілетін тәжірибелік тексеру оқушылардың тек сөздік қорлары мен сөйлеу дағдыларының деңгейі өсіп қоймай, олардың оқу қарқынының, жазу тілінің, жалпы дүниетанымының бақылау сыныбындағы құрдастарымен салыстырғанда елеулі түрде ілгеріленгенін байқатады. Грамматикалық ойындар: қай әріпті жоғалттым ойыны. Бұл ойын бойынша сыныптағы әліпбидегі әріптерді, яғни үйренгенде екінші сыныпта қазақ тіліндегі дыбыс пен әріптерінің, оның ішінде жуан және жіңішке дауыстыларының әріптерінің жазылуын өткенде үшінші сыныпта әріптер емлесі, сондай-ақ әріптердің бар сөздерін қайталау кезінде пайдаланады. Ойынға бір әріпті қалдырып кеткен сөздер бар, бірнеше карточкалар жасалынады. Карточкаларда суреттегі заттардың атын білдіруге арналған түрі төмендегідей болады. Ал жеке сөздерге арналған карточкалар мұнда, яғни кітап дегендегі сөзде бір әріптің жоқтығы сияқты болып дайындалады. Жоғалған әріптердің карточкалары жасалған сөздерінің басынан, ортасына немесе соңына әріптер қалдырылады. Карточкаларды сыныпта 5-6-дан келетіндей мөлшерде әр тақырыптарының мазмұнына қарай жасауға тиіс. Ойынға ең алдымен суретті карточкалар қолдану қажет. Қай әріпті жоғалттым ойынның сабақтан жаттығулардың бір бөлімі ретінде 4-5 минут көлемінде жүргізіледі. Сондай-ақ мектепте күн ұзағына болатын топтарда, мектеп интернаттарында, сыныптан тыс уақыттарда ойнауға болады. Ойын тәртібі: әріптер кем карточкаларды сыныптағы оқушылар үйлестіріліп беріледі. Ойынға қатысушы әрбір оқушы өзіндегі әріптердің керектерін алып, әр сөздегі жоқ әріптердің орнына қою тиіс. Мұғалім берілген уақыт ішінде оқушылардың орындаған жұмыстарын көріп шығады. Қай оқушы қалай орындағанын талдау жасайды. Қолына берілген карточкалардың жоғалған әріптерін түгелдей дұрыс тауып қойған оқушы ойында ұтқан болады. Ойынның екінші түрінде екінші сыныптардың екі топқа бөлінеді. Тақтаға әр топтың орындауына арналған карточкалар іліп қояды. Ойынға қатысушы оқушылар өз топтарына берілген карточкалардың жоғалған әріптерін тауып, сөздердің дәптерлерін толық етіп жазып шығады. Мұғалімнің орындауындағы жұмыстарын қарап, қай топтан қанша оқушының дұрыс орындағанын анықтайды. Қай топтың қатесі аз болса, сол топ ұтады. Назарларыңызға рахмет.